10 бала дәрі-дәрмектің арқасында комада жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Өзбекстанда 10 бала тинипаркит және амбранол алып, реанимацияда түсті. 10 бала республикалық шұғыл медициналық көмек орталығына жатқызылған. Ата-аналардың айтуынша балалар тинипаркит және амбранол алған. Бала комада. Жақындарыңызға ескерту жасаңыздар. Дәрігердің рецептісіз дәрі-дәрмек сатып алмаңыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ақтөбеліктер бірнеше күннен бері іздестіріліп жатқан бала табылды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақтөбеліктер бірнеше күн іздеген 4 жасар баланың денесі табылды. 28 желтоқсанда жоғалып кеткен Даниэль Ахуновтың мәйіті табылды. Зорлық пен өлтіру белгілері бар. Күдікті ұсталып, уақытынша ұстау изоляторына қамалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.